Точно айтасыз ба? Точно ма? Намыр үстіндеш. Болды жүрмейміз ғой сонда, е? Шәкәрім, мен уже ұрысудан шаршадым. Сен маған какой-то мелочный нәрселерге ренжи бересің. Бұл жерде айтып жатқан мен емес сенсің. Хорошо, что қазір айтысып жатырмын. Ертең үйленгенде сен мені бір баламен тастап кетесің. Хорошо, меня за блогерді тасташы, давай. Давай. Мен түсінген бойынша саған бәрібір сияқты. Екеумізден еш нәрсе шықпайды. Жарайды, сау. Жан, кешірші мені бұл. Дәукеш, мен сенен бір байқағаным бар ғой. Сен бір киген киіміңді екінші рет кимейді дейсің. Ондайым бар, ақа. Мен сенің инстаграмыңнан байқадым. Сонда инстаграмды күшті қылып дамытасың, сол киімдердің арқасында шығар деп ойлаймын. Сол киімдерді қайдан аласың? Көрсетейін ба? Көрсет, жүр кет. Сенің инстаграмын қарап отырсам, жаңа киімдерді сатып алған жоқсың ғой? Мұнда сен инстаграмың сонда осылай дамытып жүрсің ба не? Конечно. Сонда сен сатып алмайсың ба не киімдерді? Неге алмай жатыр екен, е? Работать уже 5 лет. Рост. Запах. Так я здоров, конечно, здоров. Да, отрицательный. Я так тебя болю. Оңшака, телефон неге алмайсың? Может, мен бір кеуіп кеткен шығар, ұрып кеткен шығар, уайымдамайсың ба мені? Ренжімеші енді. Кірісші, не болып қалды? Ешнәрсе болған жоқ, просто араласып тұрайын деп едім ғой. Қош, осылай айтатынын білгем. Ал, Айбек, брат, бағана бері телефон неге алмайсың? Может, мен ұрып кеткен шығар, теуіп кеткен.